Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладты жұлдыз жорамалға арнайтын боламыз. Бірінші тоқтыларды көретін боламыз. Тоқтыларды махаббатта көрейік. Тоқтыларды. Тоқтыларда бұл жерде көбінесе өздерінің жұбын табу, яғни өзіне сенімді ер азаматпен жолығу, ер азаматтарды өзіне сенімді әйел адаммен жолығу, яғни тұрақтылық, махаббатта бір-бірін күте білу деген сияқты нәрселер көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде махаббат мәселесінде сізді күтіп отырған, сізбен қарым-қатынас жасағысы келетін адамның бар екендігі көрсетіліп тұр. Яғни сізді қазіргі сәтте тоқтыларды өздеріңіздің жұптарыңыз, өздеріңіздің ұнататын адамдарыңыз данный моментте күтуде қазіргі сәтте. Енді финанс жағынан көретін болсақ, тоқтыларда финанс жағы. Финанс жағынан өте керемет деп айта алмаймын. Финанс жағынан және сіздерде осы уақытқа дейін қолыңызға түсіп жүрген көп қаражаттар соңғы осы шілде айының соңына дейін аз түсуі мүмкін. Яғни қаржылық мәселеңізден жоғалту болуы мүмкін. Көп крупный покупка жасалуы мүмкін өзіңізден. Және де сізде ақшаны осторожно жаратыңыз дегенді көрсетіліп тұр. Яғни сіздің доходыңыз осы шілде айының соңына дейін өседі деп айта алмаймын. Яғни финанс жағдайыңыз. Енді денсаулық мәселеңіз көретін болсақ, денсаулық мәселесінде екі түрлі болып шығып тұр. Әйел адамдарда денсаулық мәселесінде қаралу керек дегенді көрсетіліп тұр. Ал ер адамдарда, тоқтыларда денсаулық мәселелері өте жақсы, өздерін жақсы сезіну, өздерін активно сезіну деген сияқты нәрселер көрсетіліп тұр бұл жерде. Ал әйел адамдарда, тоқтыларда емделу керек, өз-өздеріне қарау керек дегенді көрсетіліп тұр. Енді кеңес ретінде көретін болсақ, өзіңіздің осы уақытқа дейінгі ойлаған жоспарларыңызды іске асырыңыз. Осы уақытқа дейінгі ойлаған жәндегі жоспарлап қойған жоспарларыңызды уже сыртқа шығарыңыз. Өзіңіздің ішіңіздегі талантыңызды шығарыңыз, тоқтылар. Енді келесі торпақтарды көрейік. Махаббат мәселесінде. Бұл жерде отбасылық өмірге қадам баспау екі ойлылық болып тұр. Яғни ер азаматтарды ұнататын әйел адамына жәндегі сезімін білдіру өте қиын болып тұр. Бір-бірлеріңізде қазір жұптарыңызда қашықтық араларыңызда торпақтарда. Және де көбінесе бір-бірлеріңізді көре алмауларыңыз мүмкін шілде айының соңына дейін. Енді финанс жағдайларыңызды көретін болсақ, финанс жағынан өте жақсы сделка жасауларыңыз мүмкін. Яғни бұрынғы партнерларыңыз жұмыс мәселесі бойынша финанс жағынан, қаражат табу жағынан бұрынғы партнерларыңыз, бизнес партнерларыңыз сізден кетпейді. Яғни сіздермен жаңа қарым-қатынас құрады десем де болады. Яғни жаңа бизнес план деген сияқты бірге жұмыс жасайтын адамдарыңыз, яғни жақсы сделка болады, жақсы келісім болады, жақсы бағаға келісім болады. Және де бұл жерде бірақ анау айтқандай қатты жақсы өзгеріс, қаражат жағынан өзгеріс болады. Ақша келеді, көп ақша келеді деп айта алмаймын, бірақ сол клиенттеріңіз, мысалы клиентпен жұмыс жасайтындар, сол тұрақтылық болады. Яғни ары қарата осы шілде айының соңына дейін финанс жағдайларыңыз қазіргі сәтте қандай, осы шілде айының соңына дейін солай болып тұратындығы көрсетіліп тұр. Енді денсаулық мәселелеріңізді көре кететін болсақ, көбінесе денсаулық мәселелеріңізде қиындық бар, шаршау, яғни жалғыздық, депрессия деген сияқты нәрсе, көп ойлану, көп миыңызға загрузка түсіру, оның барлығы дұрыс емес. Яғни шілде айының соңына дейін сондай халде болуыңыз мүмкін. Яғни жалғыз қалып көп ойланғыңыз келіп, және депрессияға түсіп, олай жасамаңыз. Совет ретінде бұл жерде көрсетіліп тұр. Совет ретінде өте жақсы сделка жасауларыңыз мүмкін. Яғни
көңіліңіз тоқ болады. Яғни ер адамның арқасында, белгілі бір ер адам арқасында сіздердің өмірлеріңізде шешілмей жатқан мәселелер шешілетіндігі көрініп тұр. Әсіресе заң саласында болатын болса, яғни сот процесі, тағы документке қол қою деген сияқты нәрселер болатын болса, онда жақсы шешіледі, удачная болып тұр сіздерде. Тек топақтарда бұл жерде денсаулық мәселелеріңізді дұрыстаңыздар дегенді көрсетіліп тұр. Енді келесі үшіншісі егіздер. Егіздерде махаббат мәселесін көретін болсақ, бұл жерде сіздер көбінесе жұптарыңызға осы уақытқа дейін айта алмай жүрген нәрселеріңізді бетіне айтып тастауларыңыз мүмкін, яғни ұрыс болуы мүмкін, переживание. Бұл жерде сіздерде жаңағы екі жаққа кету қаупі өте жоғары болып тұр. Жұптарыңызда жұбы жоқтар, яғни жұп табу қиынға түсуі мүмкін бұл жерде. Бірақ сізге шанс беріліп тұр. Яғни қарым-қатынасыңызды ашық сөйлесіп, барлығын жақсы етіп, дұрыстап алуға шанс беріліп тұр. Шілде айының соңына дейін қарым-қатынастарыңызды дұрыстап алуға. Яғни бұл жерде қарым-қатынастарыңыз үзіледі ма деген переживание көп болуы мүмкін сіздер жақтан. Яғни жұптарыңызбен жақсы қарым-қатынас болады деп айта алмаймын. Сол үшін реттеп алуларыңыз керек жұптарыңызбен қарым-қатынастарыңызды. Енді финанс жағын көретін болсақ, финанс жағынан сіздерде жаңа нәрсе басталуы мүмкін. Қазіргі сәтте сізге құпия болып тұр. Осы шілде айының соңына дейін сізге құпия болған нәрселер ашылады. Қаражат жағынан көбінесе өзіңіздің ойлаған жоспарларыңыз іске асатындығы көрініп тұр. Көңіліңіз тоқ болатындығы жақсы. Жәндегі сіздің көңіліңізге толмайтын, яғни белгілі бір мафиясы бар, бір тірлік ұсынуы мүмкін. Бірақтан да тәуекел етулеріңіз де мүмкін, мықтылықтарыңыздың арқасында. Яғни кейбіреулеріңіз ставка тігулеріңіз де мүмкін, ойынға деген сияқты нәрселер көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде сіздің финанс жағыңыз рискованный, яғни 50-50 болып тұр. Шанс өз-өздеріңізге шанс беріп әрекет қылуларыңыз да мүмкін, немесе құпия нәрсені, яғни пайдасы болмайтын нәрсені де жасамаған дұрыс деп ойлаймын, көбінесе бұл жерде көрсетіп тұрған бойынша. Яғни өз-өздеріңіздің күштеріңізге сеніңіздер, яғни оңай ақша табу деген сияқты нәрсені ойламаңыздар дегенді көрсетіліп тұр. Енді осы егіздерде денсаулық мәселесін көре кететін болсақ, бұл жерде егіздерде айтуға да өте қиын. Бұл жерде сіздерде денсаулық мәселелеріңізге өте мұқият қарауларыңыз керек. Жұмысқа ден қойып, еш жаққа ойыңызды бөлмей, тек қана жұмыс деп шаршай берудің қажеті жоқ. Бұл жерде үлкен болезнь болуы да мүмкін, ауруға тап болуыңыз да мүмкін, немесе қиындықтар болуы мүмкін денсаулығыңызда. Өйткені смерть пен дьявол уже бұл өте қиын жағдай. Және де суға барған кезде абай болыңыздар дегенді көрсетеді егіздерде. Яғни суға бату, яғни көбінесе су айдындарында абай болыңыздар, көп жұмысқа дем бере бермеңіздер, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қараңыздар дегенді көрсетіп тұр бұл жерде егіздерде обязательно. Енді кеңес ретінде көретін болсақ, яғни кеңес ретінде сіздер өздеріңіздің жан дүниелеріңіз нені қалайды, соны жасаңыз дегенді көрсетіліп тұр. Яғни өзіңіздің эмоцияңызға аздап ерік беріңіз, көңіліңізге не жағады, соны жасаңыз дегенді көрсетіп тұр. Бұл жерде тек қана жұмыс деп кетудің де қажет жоқ. Егер демалуға су айдынына баратын болсаңыздар да абай болғаныңыз керек егіздер. Сол үшін өзіңіздің көңіліңізге жағатын, денсаулығыңызға жағатын барлық нәрсені жасағаныңыз дұрыс. Өз-өзіңізді күтіңіз, өз-өзіңізге қараңыз, ухаживание жасаңыз, айналаңызға жақсылап қараңыз, шанстарды көріңіз дегенді көрсетіліп тұр совет ретінде бұл жерде. Енді келесі шаяндарды көретін болсақ, шаяндарда махаббат мәселесін шаяндарда бұл жерде үшінші адамның пайда болуы өте жоғары болып тұр. Махаббат мәселесінде әйел адамдарда жүктілік көрсетіліп тұр. Ал
жүктілік маңызды болмаса, егерде бұл жерде махаббат үштігі болуы да мүмкін, яғни алдағы уақытта перспективаларыңызға, жұбыңызбен болашағыңызға үшінші адамның әсері тиюі де мүмкін, немесе той болуы да мүмкін. Бұл жерде шаяндар, бұл жерде шаяндардың тағдырларының барлығы бірдей емес, яғни знак зодиакалардың барлық тағдырлары бірдей емес, әркімге әртүрлі. Яғни шаяндардың барлығының өмірінде, отбасылық өміріне үшінші адамның бұзатын үшінші адам келеді деген сөз емес бұл. Яғни үшінші адам дегеніміз ол кімге жүктілік актуально болатын болса, онда үшінші адамның дүниеге келуі, қыз баланың дүниеге келуі соны көрсетіліп тұр. Енді финанс жағын көретін болсақ, финанс жағынан барлығы өз қолдарыңызда. Шілде айының соңына дейін сіздерге үлкен шанс беріліп тұр. Яғни басыңызды жұмыс істетіңіз, қимылдаңыз, өз-өзіңізді тежемеңіз, қолымнан келмейді деп ойламаңыз, барлығын қолыңыздан келгенше жасаңыз, өйткені сізге үлкен шанс көрсетіліп тұр. Енді шаяндардың денсаулық мәселесін көретін болсақ, денсаулықта денсаулықтарыңыз өте жақсы деп айта аламын. Жәнегі ақыл жағынан да өзіңіздің жәнегі миыңыздың жұмыс жасауы барлығы өте жылдам, яғни как будто жәнегі ақыл тоқтататын адамдардың сәті де болуы мүмкін бұл сәт, яғни ақыл тоқтату процесі болуы да мүмкін адамдарда. Яғни сіздерде денсаулық жағынан өте керемет, ешқандай қиындықтар жоқ, қарсылықтар жоқ. Яғни сіздерге айтқан адамдардың айтқан советін, яғни көбінесе әйел адамның айтқан советін орындаңыз дегенді көрсетіліп тұр. Мысалға, мынандай витамин іш, мынандай жаса, мынандай жаттығу жаса деп әйел адам сіздерге бір кеңес айтатын болса, денсаулығыңызға пайдалы, яғни оны жасаңыз дегенді көрсетіліп тұр. Енді кеңес ретінде көретін болсақ, шаяндарда кеңес ретінде өміріңізде егерде ер азамат болатын болса, балаларыңыз болатын болса, отбасылық өмірлеріңіз болса, соны сақтап қалыңыз, яғни бағалаңыз, сыртқа көңіл бөлмеңіз, өзіңіздің балаларыңызға, өзіңіздің